ұлдардың намысын бір үйрету үшін келдің ба? Намыс туралы мына жерде басқа үйрететін сіз емес. Өзіңіздің намысыңызға жауап беріп отыра беріңіз, болды. Жансая. Балса ханым, шын айтайын, екінші күн болды ғой. Осы әңгімеден әбден шаршадым. Әсем, Ақтөре, білмеймін. Әбден шаршадым, тыңдағым да келмейді. Мен бастап отырмын ба, сендер қатырасыңдар. Сен каждый сөзіңе әділет деп айтып отырсың ғой? Қойшы, Әсем. Маған қарсы сөйлемей қоясың ба? Өтініш, мен сені. Болды. Сен ойламашы, мен сені ұмытамай жүрмін. Мен сені сол күні... Мен саған ұмытамай жүрмін деген әңгіме. Мен сол күні мен сенен айырылысқан күні, өзің білесің, мен өзім айттым ғой, айырылсайық деп, болды. Тоқтатайық деп кеттің ба, болды ма? Мен содан мен сені ұмытқам. Егер мен сені ұмытпасам, сол күні баратын едім. Сен бұяқа келмей тұрып, сен бұяқа келмей тұрып, сен басқада жүрдің ғой, достарыммен, мен сол кезде-ақ мен баратын едім. Сен басқа жігіттермен бүйтіп сөйлескен кезде мен сол кезде де баратын едім. Мен білесің, мен қандай қызғаншақ едім. Келмедің ба не? Келген жоқ, мен. Қой. Әсем, Ақтөре, қоя қойықшы, Әсем, болды, түсіндім. Сен мен аузым жаппашы, қоя қойықшы, болды. Қыз баласы ғой. Қыз баласы ма? Мен саған сөйлесіп жатырық біз. Сөйлесіп жатқанда. Ондай болса, мен саған айтайын, ондай болса сен ара қатынас бастамауың керек еді. Осы әңгіме қозғала ма? Қозғалады ол до конца. Жарайды, микрофонды қоя салшы, Әсем жан. Мысалы да, Әсем, өйтіп не істемеңдерші, өтініш, мен ұмытқам. Мен просто 2 жыл просто соны айтып жатырмын, просто сыйластық. Мен саған сол кезде айтқам, мен саған сыйластық, сен өзіңді ойламашы, что мен сен үшін страдать етіп жүр, бүйтіп жүр деп. Бұл жерге келген кезде әдейі келмедім мен. Осы қыз өз орнын тауып алсын, бақытты болып кетсін дедім. Мен Жансаяға келдім, келген бетте осындай өздеріңіз қозғалды, осы жерде әңгіме, осы жерден шығып жатыр ғой әңгіме.